Қайырлы күн, құрметті достар, қымбатты әріптестер. Бұл мұғалімдерге арналған қазақша контент, подкаст Мінбер. Мен оның авторы және жүргізушісі Тоқ Серікгүлмін. Құрметті әріптес, сіз бір сабақ жоспарын түздіңіз делік. Оқу мақсатына сай сабақ мақсатын алдыңыз. Сабақ мақсатына жету үшін тапсырмалар құрастырдыңыз. Бұл құрастырған тапсырмаларыңыз ойлау дағдыларының деңгейіне сай, бағалау критерийлері бар, дескриптерлері бар. Және тапсырма құрастырған кезде сіз ерекше білімді қажет ететін оқушыларды да назардан тыс қалдырмадыңыз. Және бұл тапсырмаларды жұпта, үштік одақта, топтық жұмыстарда орындауға лайықты деп таптыңыз. Яғни сіз заманауи сабақ жоспарын түздіңіз. Енді осы сабақ жоспарын жүзеге асырған кезде өзіміз діттеген мақсатқа, көздеген нәтижемізге жетпей жатамыз. Себебі біз құрастырған тапсырманы кей оқушылар өте жылдам орындап тастауы мүмкін. Немесе кей тапсырмаларымыз ұзақ уақытты алуы мүмкін. Ал жұптық жұмысымыз сәтті шыққанымен, топтық жұмыста топ мүшелері өзара тапсырма орындау кезінде келіспей қалуы мүмкін. Осындай мәселелерімізді практик мұғалім ретінде өзіміз талқылап, өз тәжірибемізбен бөлісіп, өзіміз шешімін таппасақ, сырттан ешкім бізге көмектеспейді. Өйткені білім беру жүйесіндегі мәселелерді талқылайтын басқа тұлғалар, олар практик мұғалімнің ішкі асханасына кіре алмайды. Яғни біздің күнделікті сабақ беру барысында, оқушылармен жұмыс жасау барысындағы бізбен туындап жататын мәселелерден олар мүлдем хабарсыз болуы әбден мүмкін. Сондықтан, егер сізді толғандырып жүрген мәселе болса, сіз жауабын таппай жүрген сұрақтар болса, подкаст Мінберге келіңіз. Мен сізді күтемін. Жүздескенше, әріптес.